Құрметті екібастұздықтар, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында айтылған Наурыз мейрамын тойлау тұжырымдамасына сәйкес, Екібастұз қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі өзге ұлт өкілдері арасында «Мен қазақша сөйлеймін» атты акциясы жарияланғанын айтады. Қазақ тілі өте әдемі және бай тіл. Қазақша сөйлесуді мен 6 жасымда үйрендім. Баянауылда мектепте оқығанда қазақ тілі әліппесін жаттап отырдым. Қызығушылығым деген болды. Бұл акцияға тілді білетін өзге ұлт өкілі, кез келген өзге ұлт өкілі қатысады. Тек қана біздің мәдениет ЕКБ парақшасын белгілеп, өздерінің Инстаграм әлеуметтік желілеріне, Инстаграм парақшаларына салуларына болады. Құрметті екібастұздықтар, мен қазақша сөйлеймін акциясына қатысып отырмын және де барлықтарыңызды осы акцияға қатысуыңызды шақырамын.